Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Казмет. Бүгінгі тақырып бізде асқазан функциясының реттелуі. Ендеше біз бастайық. Жалпы осы реттелу дегенде бізде үш негізгі фаза қатысады екен. Біріншісі мыйлық, асқазандық және де ішектік. Біз бүгінгі тақырыпта ішектікті талдамаймыз, өйткені ол басқа тақырып болып есептелінеді. Ал асқазан және де мыйлықты талқылайтын боламыз. Ең бірінші осы мыйлықтан бастайық. Мыйлық фазасы екі түрлі механизммен жұмыс істейді. Шартты рефлекторлық и шартсыз рефлекторлық механизм. Енді шартты рефлекторлық дегенде барлығымыз көзімізді жұмып, бургерді елестетейік. Бургер, жаңадан піскен бургер, булочкасы ыстық, котлетасы сочная. Күшті бургер, қытырлап. Жанында еще коласы бар, ішінде мұзы бар. Прям тема күшті. Бізде не байқадыңыздар? Сілекей ақырындап бөліне бастады. Тамақ туралы ойлағанда ақырындап сілекей бөлінеді. Сілекей бөлінгеннен кейін бізде, естественно, бізде асқазан сөйлеуде бөлінеді. Енді осыны теориялық тұрғыда айтайық, теорияда қалай екен. Афферентті көру, есту және иіс сезу тітіркенудің синтезі нәтижесінде бульбарлы орталығының аспорты нейрондарының қозғалыштығы жоғарылайды. Получается, сол қозғалыштығы жоғарылаған кейін асқазан бездеріне сигнал беріледі. И асқазан бездері, соответственно, жаңағы асқазан сөйлін бөледі екен. Тағы да мысалы, үйде үлкен кісілер тамақ жасағанда иіс шығады ғой, үйде тамақтың иісі шығады, сол кезде прям қарнымыз ашып кетеді, сондай болып қалады ғой. Вот осындай жаңағы нелерге, талдағыштарға байланысты екен. Көру, есту, жаңағы иіс сезу талдағыштары. Енді шартсыз рефлекторлық механизмге келейік, ол тіптен оңай. Жаңағы бургерді апарып аузымызға салып қояйық. Бізде не бөлінеді? Міндетті түрде жаңағы сілекей бөлінеді. Бургерден бөлек, мысалы, құрт дейік. Құртты апарып аузымызға салып қойсақ, автоматты түрде бізде сілекей бөлінеді екен. И сілекей бөлінгеннен кейін жаңағы асқазан сөйлеуде бөлінеді екен. Енді осыны теориялық тұрғыда айтайық. Тіл жұтқыншақ және жоғары көмей нервтерінің афферентті талшықтары бойындағы импульстар сопақша мидағы асқазан секрециясының орталығына енеді. Одан кейін кезбе нервтің эфферентті талшықтары бойымен асқазан бездеріне беріледі. И получается, бізде асқазан бездері не істейді, өзінің функциясын атқарады, яғни секреторлық функциясы секреция бөледі екен. Енді тұз қышқылының секрециясының регуляциясына келейік. Суретте кішкене бір қиын сияқты болып көрінгенмен, аяқта қиынның түгі де жоқ. Енді барлығын айтайық, давайте. Осы секрециясының регуляциясына үш негізгі агент қатысады. Ол бірінші гистамин, гастрин және де ацетилхолин. И жаңағы асқазанның үш негізгі клеткасы бар, жасушалары. Біріншісі париетальды немесе апокладочный клетки, одан кейін G жасушалары и энтерохромофин тәрізді жасушалар. Енді осының барлығын бәрін бірге қосып, бір-бірімен қалай әсер ететінін айтайық. Энтерохромофинді жасушалар, олар бізде гистаминді бөледі. И энтерохромофинді жасушалардың жағында бізде париетальды жасушалар болады. И вот осы гистамин барып париетальды жасушаға әсер етеді. Осы париетальды жасушаның негізгі функциясы H-хлор бөлу және де фактор Касланы бөлу. Фактор Касла ол бізде жаңағы B12 витаминінің сіңірілуін қамтамасыз етеді екен. Соның сіңірілуін реттейді. Және де жасуша бөлінуіне қатысады. Егер де осы фактор Касла аз бөлінетін болса, бізде эритроциттер зардап шегеді. Яғни эритроциттер зардап шеккеннен кейін не пайда болады? Анемия пайда болады екен. Сол себепті, мысалы, анемиямен ауыратын адамдарда көбінесе осы ең бірінші H-хлордың регуляциясын қарайды. H-хлор жаңағы несін
повышенная кислотность деген бар, пониженная кислотность деген осын жаңағы қарайды екен, соған байланысты. Так, енді осы энтерохромофильді жасушалар, олар қайдан біледі, то, что біз гистаминді бөлеміз. Олар жайдан жай гистамин бөле бермейді ғой. Вот, енді энтерохромофильді жасушалар мен париетальді жасушаларға екі жаңағы агент әсер етеді басқа. Ол бізде гастрин и ацетилхолин. Осы асқазан қабырғасы созылғанда бізде механорецепторлар тітіркенеді екен, и тітіркеннен кейін олар бізде ацетилхолинді бөледі екен. Ацетилхолинді бөледі. Осы ацетилхолин барып G жасушаларға әсер етеді. И осы G жасушалар барады да гастрин бөледі. Гастрин бөледі. Сонымен қатар бізде осы G жасушаларға әсер етуі ацетилхолиннен басқа да механизм бар. Ол амин қышқылдар арқылы. Асқазанға түскен белок, дәл өз білетіндей амин қышқылдарға дейін ыдырайды. Вот осы амин қышқыл, кейбір амин қышқылдар G жасушаларға тікелей әсер ете алады екен. Сонымен осылай болды. Осымен ашқылардың секрециясының регуляциясын біз айттық. Получается, қайталап жіберейік. Энтерохромофильді жасушалар гистамин бөледі. Гистамин париетальді жасушаларға әсер етеді. Париетальді жасушалар H4 және фактор Касла. И энтерохромофильді жасушалар жаңағы активтену үшін бізге не керек? Ацетилхолин керек. Осы ацетилхолин ол қабырға созылғанда механорецепторлардың тітіркен арқасында пайда болады. Олар G жасушаларына әсер етеді. G жасушалар гастрин бөледі. И осымен осы гастрин бар париетальді қайтадан энтерохромофильді жасушаларға әсер етеді екен. Сонымен болды. Енді осы жерде тағы да айта кететін жағдай, біз айттық, что кезбе нерв. Осы кезбе нерв ацетилхолиннің бөлінуіне де алып келеді екен. Ацетилхолин ол механорецепторлардан басқа сол кезбе нервтің жаңағы арқылы бөліне алады екен. Енді біз осы ашқылардың барлығын шығардық, бәрін активтендік, бәрін жұмыс жасатып қойдық. Енді бұны тоқтату керек қой. Всегда жұмыс жасай бермейді ғой бұларда. Ол үшін бізге екі негізгі зат керек, ол секретин керек и ашқылардың шамадан тыс бөлінуі. Бірінші секретин ол 12 елішекте бөлінеді екен и гастриннің активтілігін тоқтатады. Гастриннің активтілігін тоқтатады. Получается, осы барлық тізбек бәрі тоқтайды. И екінші ашқылардың шамадан тыс бөлінуі, ол бізде кері байланыс механизмі арқылы іске асады. Ашқылар егерде шамадан тыс, көп бөлініп кетсе, ол кері байланыс механизмі арқылы тоқтайды екен. Сонымен, достар, бүгінгі тақырып бітті осымен. Барлықтарына ұнайды деген ойдамыз. Сіздермен болған Қазмет. Келесі көріскенше.